Барлықтарыңызға сәлем. Бұл Arduino бойынша кезекті мастер-класс. Бүгін екінші мастер-классымыз бұл. Біз жұмысымызды бастамас бұрын қазақша аударма бар екенін айтқым келеді. Сонымен қатар тағы да бір айтайын деген, белсенді қатысушыларға қосымша Arduino жиынтықтар беріледі. Ұтысқа салынады аптаның соңында бұл Arduino жиынтықтары. Сонымен мастер-классымызды жалғастырайық. Бүгін біз симуляцияда жасаған нәрсенің барлығын өз қолымызбен шынайы Arduinoға жасап көрейік. Симуляцияға қайта келейік. Симуляцияда бізде былай болды. Сымдарды алып тастадым мен. Мен сіздерге кішігірім бір қулықты көрсеткім келеді. Сымдарды бүктеуге болады. Мына жерде Arduino, мынау резистор, мынау светодиод. 13-ші пиннан провод, яғни сым резисторға қарай жүретін. Біз тінтуірдің батырмасын баса отырып, ол сымды өзіміз қажетті жаққа қарай бұра аламыз. Содан кейін мына жерде жерге қарай оны қосамыз, граундқа қосамыз. Яғни бізде схема бар. Біздің схемамыз түсініктелеу болды деген үміттемін. Мұғалімдерге айтып отырғаным, сабақта осы оқушыларға үйреткен кезде осындай схемамен көрсетсеңіз, әлдеқайда түсініктірек болады оқушыларға. Кодқа келетін болсақ, кодымыз дәл мынадай. Біздің светодиод 13-ші пинге қосылған, және мына код бойынша лампочканы қосып өшіреді. 5 секунд тым көп, 1 секундқа ауыстырып қояйық. Симуляция өте ыңғайлы, өйткені өзіңіздің кодыңызды, өзіңіздің схемаңызды тексеріп алуыңызға болады. Содан кейін бәрін тексеріп, барлығы дұрыс істесе симуляцияда, содан кейін шынайы Arduino'да жасап көруге болады. Ал енді камераны мен өз қолыма қарай бағыттайын. Содан кейін симуляцияда жасаған әрекеттердің барлығын шынайы Arduino'да жасап көрейік. Мына біздің Arduino. Бұл симуляциядағы сияқты микроконтроллер. Егер сіз байқасаңыз, ол жерде микроконтроллер Mega 328P деп жазылған. Барлық жүйелік блок, барлық инструкциялар, яғни нұсқаулықтар осында. Яғни оны алып тастап, басқа микроконтроллермен ауыстыруға болады. Басқа да құрылғылар бар, бірақ оның барлығын түсіндіріп жатпаймыз. Бізге ең маңыздысы біздің пиндар. Мынау power пиндар. Олар статикалық, тұрақты, аналогтық кірістер бар, және цифрлық кіріс шығыстар бар. Аналогтық кірістер, олар динамикалық, оларды программалауға болады, және олардың көмегімен әртүрлі нәрсе істеуге болады. Сонымен қатар Arduino'da USB-ға арналған, осы USB-ні салатын жері бар, яғни компьютерға қосуға болады. Мына жерде мен переходникті қолданам. Компьютердің разъемына келмейтін болғандықтан схемамызға қайта оралайық. Біздің схемада резистор болды. Резисторлар туралы айтатын болсақ, алдыңғы мастер-класста калькулятормен тез есептеп тексердім. Шында да ол 36 Ом болу керек болды. Бірақ ол онша маңызды емес, өйткені светодиод оны көтере алатын болды, ол тоқ күшін. Резистор 220 Ом. Оны қалай білесіз? Оның әртүрлі жолдары бар. Біреу өлшеуіш құрал арқылы. Онда кедергіні өлшеуге болады. Екіншісі ол түсіне қарау керек. Әр түс ол белгілі бір цифр және мультипликатор.
кейінірек мен оны өте жылдам қалай есептеу керек екенін айтам. Арнайы кестелер бар, бірақ сонымен қатар одан да жылдам есептеуге болады. Интернет қара қызыл, ол 220 вольт дегенді білдіреді. 220 ом. 220 омды 13-ші пинге қосамыз. 13-ші пиннан мен бұны біздің резистордың екінші аяғын светодиодтың катодына қосуым керек. Мен оны қалай жасаймын? Ұзынырақ аяғына. Оның әртүрлі жолдары бар. Жай ғана оны бір нәрсемен орап қоюыма болады, немесе клемма қолдануға болады, бір-біріне жабыстыруға болады. Бірақ сонымен қатар ең оңай жолы ол мынадай платамен оны жасау. Макеталық плата бредборд деп аталады. Оның үлкені бар, кішкентайы бар. Бұл стандартты өте көп қолданылатын нұсқа. Макеттік платада қабаттар бар. Мына жерде көріп тұрсыздар. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Яғни әр қабаттың ішінде 5 пин бар. Яғни 5 мындай пәтер бар. Және ол пәтерлердің әр қайсысы бір-бірімен байланысты. Яғни сіз сымды осы бір қабаттағы бір пәтерге, ал екінші сымды дәл сол қабаттағы басқа тесікке жабыстырып қосып қоюыңызға болады. Жерде мысалы 0-дік қабаттың немесе 5-ші қабатқа мен мынаны тықсам, дәл сол қабатта, 5-ші қабатта мен резистордың екінші аяғын осы қалған 4 пиннің біреуіне қоссам, ол мен оларды бір-біріне жабыстырған сияқты болады. Бір-біріне қосқан сияқты болады. Яғни дәл солай жұмыс істейді бұнда. Оңайырақ болу үшін, түсінікті болу үшін, оны бредбордтың ішін ашып көрсетуге болады. Астыңғы жағын жабыстырған көрсек, не көріп тұрсыздар? Бұл қабаттардың барлығы осындай металл затпен бір-біріне қосылған. Бредбордта 2 бөлек рельс бар. Ол питанияға арналған рельстар. Тігінен бүкіл олар барлығы бір-бірімен қосылған. Плюс-минус олар бөлек. Мына жерді ашсақ, мына жерден көруге болады. Мына жерде бүкіл рельс түгелімен қосылған. Қайтадан жабыстырып көрсеттім. Қайтадан жабыстырып орнына қояйын. Енді өз платаларыңызға ондай жасаудың қажеті жоқ. Енді резисторды қосу керек. Мен резисторды 5-ші қабатта бір аяғын, 35-ші қабатта екінші аяғын қосам. Резистордың 2 аяғы да бредбордқа қосылған. Светодиодтың бір аяғын мен резистор қосылған қабатқа қосамын. Бір аяғын 45-ші қабатқа, екінші аяғын 48-ші қабатқа. Яғни макеттік платаға арналған арнайы сымды қолданамын. Олардың астыңғы жағында инесі бар. Ұштарында инесі бар. Осы арқылы мен біздің құрылғыны Arduinoға қоса аламын. Резистор 13-ші пинге қосылған болатын. 13-ші пинге қостым. Екінші аяғым, біреуін платаға қостым. Яғни анодтың қысқа, светодиодтың қысқа аяғы анод. Оны мына Arduinoның мына пиніне қостық. Бұл жұмыс істеу үшін симуляцияда жазған кодты қайтадан жазып, Arduinoның ресми бағдарламасына жазуымыз керек. Содан кейін
USB арқылы компьютерға қосу керек Arduinoны, содан кейін сол кодты жүктеу керек Arduinoға. Қазір мен өз экранымда сіздерге көрсетемін. Arduino бағдарламасы бар. Ол Arduinoның ресми сайтында оны табуға болады. Arduinoны қалай жүктеп алу керек деп сұрайды, оны жүктей алмай жатады. Arduino .tc сайтына кіреміз. Және софтуэрі да downloads дегенді таңдаймыз. Және сол жерде өзіміздің операциялық жүйемізге байланысты таңдаймыз. Мысалы, сізде Windows. Содан кейін мына жерде төлеу керек па, ақша төлемеу керек па деп ойлайды. Just download деген бар. Яғни just download дегенді бассаңыз, ол сізге Arduinoны жүктеп алуға еш ақшасыз тегін жүктеп алуға мүмкіндік береді. Мынау біздің интерфейс. Ол өте қарапайым. Arduinoның негізін салушылар оны неғұрлым қарапайым етіп жасауға тырысты. Және бұл жерде өте маңызды нәрсе. Интерфейстің үстіңгі жағында 5 батырма бар. Және соңғы екеуі белгілі бір файлдарды ашып сақтау үшін керек. Үшінші батырма жаңа скетчті, жаңа кодты жасау үшін қажет. Және бірінші, екінші батырма кодты тексеру үшін керек. Және жіберу үшін керек. Бірінші батырма арқылы тексереміз. Мына жерде енді тексеріп жатыр. Ал екінші батырма арқылы ол кодты жібереміз. Қазір біз не істейміз? Симуляцияны аламыз. Кодты көшіріп аламыз да, мына интерфейсқа тағы да бір рет айтайын. Pin мод не үшін керек? 13-ші порт сыртқа шығаратын түсіну керек. Digital write ол 13-ші жағып өшіру үшін, delay ол пауза жасау үшін. Мына жерде digital write low ол өшіру үшін, delay тағы да 1 секундқа кідіру үшін. Тағы да бір ескеретін мәселе. Біз Arduinoны USB мен қосқан кезде компьютерға портты таңдау керек. Кейбір кезде автоматты түрде болады, кейбір кезде автоматты түрде жүрмейді. Ол кезде инструменттерге кіру керек, портқа кіру керек, және сол жерде Arduino Uno деп жазылып тұрған, жақшада жазылып тұрған портты тауып алуымыз керек. Яғни Arduinoның портын тауып алу керек, соны таңдау керек. Ал енді кодты тексеріп, оны Arduinoға жіберу үшін мен мына екінші батырманы бассам, ол сақта дейді, мен сақтаймын, blink деп атаймын. Соңен скетчтің компиляциясы өтеді. Мына жерде көріп тұрсыз, Arduino өшіп жанып тұр. Және көріп тұрсыз, біздің светодиод симуляцияда қалай жанып өшсе, шынайы Arduino'да да өшіп жанып тұр. Біз тағы да бір нәрсе, светодиодты тікелей Arduino'ға қосуымызға болады, ол жақсы жұмыс істеу үшін. Бірақ кейбір кезде өте көп құрылғы болса, онда екі-ақ пин болуы мүмкін. Мысалы, бағдаршам жасағымыз келсе, 3 светодиодты қосамыз. Қызыл, сары, жасыл. Оның әрбіреуін граундқа кіргізу үшін екеуін қосам, үшіншіне орын болмай қалады. Сондықтан осы рельсаны осы үшін қолданамыз. Яғни біздің светодиодтың анодын минус рельсқа жабыстыруымыз керек, қосуымыз керек, ал минус рельсандан
оны groundқа қосуымыз керек. Яғни көк рельс толығымен минусқа айналды. Яғни қандай жерде болсын, осы рельстің қай жағында болсын, қоса аламын сымды. Сонымен мен сіздерге мынаны көрсеткім келеді. Сыртқы ортадан белгілі бір деректерді алуға болады, және Arduino'да оны қалай өңдеуге болады, сол туралы айтқым келеді. Сенсорлардың әртүрлі түрлері бар. Цифрлық сенсорлар бар, аналогтық сенсорлар бар. Аналогтық сенсорлар Arduino'ға аналогтық сигналды жібереді, және Arduino оны оқып цифрға айналдырады. Сонымен қатар цифрлық сенсорлар бар. Олар деректерді өздердің цифрлық форматта жібереді Arduino'ға. Arduino арнайы библиотека арқылы осы қосылып, осы деректерді өңдей алады. Ал енді сіздерге светодиод туралы айтқым келеді. Яғни светодиодты қалай басқаруға болады? Әртүрлі сенсорлар арқылы, әртүрлі менің қолымда фоторезистор, сонымен қатар оны жарық датчигі деп атайды. Біз мысалы біздің светодиод қараңғы болған кезде ғана жанатындай жасауға болады. Фоторезистор бұл қоршаған ортаның жарық болуына тәуелді. Осындай резистор бар. Онда 220 Ом. 220 Ом. Бұл 220 Ом өзгермейді. Яғни осы 220 Ом болып тұрақты болады. Фоторезисторға келетін болсақ, оның кедергісі жарыққа байланысты өзгереді. Мына жерде қосымша стрелкамен көрсетеміз, яғни ондағы кедергі оның жоғарғы жағына қанша жарық түсетініне байланысты. Ал енді арнайы схема арқылы қанша жарық оған түсетінін анықтауымыз керек. Бірақ оны анықтау үшін мектеп бағдарламасынан физика бойынша кейбір нәрселерді еске түсіру керек. Ол кернеуді бөлгіш. Мысалы біз distance қанша екен, яғни Arduino'ға қандай кернеу болатын есептеуіміз керек. Оған арналған аналогтық кодтың 6 пині бар. A1, A2, A3, A4 деп белгіленген олар. Ондай 6 пин бар, және сол пиндар арқылы белгілі бір аналогтық сигналдарды оқи аламыз, сыртқы ортадан келетін. Мысалы, бізде мынадай схема бар. 5 вольт жер бар, содан кейін резистор бар. Мысалы, 220 Ом деп аламыз резистордың кедергісін. Егер біз мына жерден аналогты кодқа қоссақ, 24, біз қандай деректерді аламыз? Arduino'ға аналогтық кіріске белгілі бір сигнал келген кезде, оны цифрға айналдырады Arduino. 0-ден 1023-ке дейін, 1023-ке дейін цифрлар өңделеді. 0-ден 1023-ке дейін, ол 0-ден 5 вольтқа дейін. 2,5 вольт келсе, онда 512 деген сияқты цифр шығады.
яғни 0-ден 5 вольтқа дейін, 0-ден 1023-ке дейін деген цифр. Мына жерде қандай кернеу орын алады дегенді есептеу керек. Мына жерде тағы да сол 5 вольтты алады, физика естеріңізге түссе. Өйткені осы тізбекте кернеу өзгермейді. Бұл жерде ток күші өзгерді. Өйткені кедергі өзгеруі мүмкін, бірақ та кернеу өзгермейді. Сондықтан бөлгіш деген нәрсе бар. Осы кернеу бөлгіші. Оны екі резистор арқылы жүзеге асырамыз. Яғни екі резисторды бір-біріне қосамыз. Және олардың қосылған жерінен, қосылған нүктесінен біз оны аналогтық кіріске қосамыз. Тағы да осы екі резисторға байланысты болады. Аналогтық кіріске келетін кернеу осы екі резисторға байланысты. Оны жаңағы кернеу бөлгішінің формуласы арқылы есептеуге болады. Мысалы, біз V-out'ты алсақ мына жерде. Ал мынау VS бізге V-out'тағы кернеуді есептеуіміз керек. Формула мынауындай болады. V-out тең VS көбейту R2 бөлінген R1 плюс R2. Ол өте қарапайым формула, сол арқылы біз кернеуді есептей аламыз. Мына жерде мысалы V-out 2,5 вольт болуы мүмкін. Мына жерде онда 512 деген цифр шығады. Екі резистор алатын болсақ, бірдей, онда кернеу өзгермейді, және бұл цифр тұрақты болады. Ал біз бір резистордың орнына фоторезистор қойсақ, онда стрелкасын саламыз, онда ол резистордың мәні әртүрлі болуы мүмкін. Оған түсетін жарыққа байланысты. V-out'қа келетін кернеу үнемі өзгеріп отырады, түсетін жарықтың көлеміне байланысты. Яғни, Arduino'ға келетін цифр да өзгеріп отырады. Яғни, бұл жерде жарық бар ма, жоқ па, жарық қай жерде көмескіленеді, қай жерде жап-жарық болып кетеді, соны анықтай аламыз. Мен сіздерге арнайы калькулятор арқылы кернеу бөлгішін қалай есептеуге болатын көреміз. Калькулятор мынандай сайт бар. Мына сайтқа кіретін болсаңыздар, Ohm's Law калькулятор деп аталады. Мына жерге кернеуді жазасыздар. Кернеудің мәнін 5 вольт. Мынаған дұрыс кірген жоқпын. Voltage divider калькулятор деген бар. Соған кіреміз. Voltage divider калькулятор. 5 вольт, 220 ом. Екінші резисторда да 220 калькуляторды бассамыз. Бірде екі резистор болса, оның екеуі жартысы болады. Бізде фоторезистор бар, және кәдімгі резистор бар. Бұл екі резисторда бір-біріне қосамыз, және сол жарықты есептей алатын есептеуіш бізде пайда болады. Яғни, оған қанша жарық түсетінін анықтай аламыз. Мен Arduino'ны өшіремін. Мына жерде барлық сымдарды алып тастаймын. Тек қана рельстарды ғана. Минус рельс осы плата қосылады, ал плюс ол 5 вольтқа қосылады. Біз қолданған бүкіл элементтерді алып тастадым. Ал енді экранда суретін салған схеманы пайдаланып көрейік. Мынау фоторезистор. Оның екі аяғын әртүрлі қабаттарға орналастырам. Арнайы кәдімгі рельс бар мына жерде.
кәдімгі резистор 220 Ом. Яғни онда қосам. Ол бір қабатта қосылған бір аяқтары. Содан кейін сол қабаттан сымды аналогтық кіріске жібереміз. А0-ге қосамыз. Содан кейін фоторезистордың бір аяғын 5 вольтпен қосу керек. Екінші аяғын резистордың жерге қосуымыз керек, граундқа қосуымыз керек. Қостық. Енді кодты жазуымыз керек. Arduino'ны компьютерға қостым. Содан кейін А0 аналогтық кірісінен деректер алуымыз керек. Экранға ол шығу үшін Arduino'да USB арнайы функция бар. Ол USB арқылы Arduino'ға қосылады және Arduino'ның компьютерға не жіберетінін көрсетеді. Монитор порты деп аталады. Монитор порты ол ең жоғарғы оң жағында. Оған кірсек, экран бос. Өйткені Arduino белгілі бір әрекеттерге бағдарламасы жасалмаған, программаланбаған. Яғни компьютерға ештеңе жіберіп жатқан жоқ ол. Белгілі бір деректердің Arduino'дан компьютерға жіберуін қамтамасыз ету үшін сериал коммуникацияны бастауымыз керек. Бұл жерде сериал нүкте begin 9600 стандарт. Бірақ басқа да жылдамдықтар бар әрине. 9600 ол стандарт, ол үнемі тұрады. Және экранға бір нәрсені жіберу үшін serial нүкте print ln деп аталатын код бар. Және аргументте бұл жерде арнайы бір стрингті, белгілі бір мәтінді жазу керек. Мына жерде сәлем деп жазып қояйық. Сәлем, әлем. Бұл кодты Arduino'ға жібереміз. Порттың мониторын ашайық. Оны ашқан кезде Arduino қайта жүктеледі. Содан кейін сәлем әлемді көріп тұрсыздар. Void setup-тың ішінде жазылғанның бұл инструкцияны бір-ақ рет орындады. Ал енді void loop-қа салсамшы бұл сөзді. Дәл осы кодты мен оны осы void loop-қа жазамын. Не болатынын көрейік. Жерде көріп тұрсыздар, сәлем әлем деп қайта-қайта жаза береді үздіксіз. Яғни void loop ол үнемі қайталанатын әрекет екенін ұмытпауымыз керек. Ал енді serial printқа A0 аналогтық кірісіне келетін деректерді шығарайық. Ол үшін біз белгілі бір айнымалыны жасау керек. Оны light деп атайық. Light дегеніміз жарық ағылшын тілінде. Және ол жарықтың мәні 0 болсын. Немесе 0 емес, аналогтық кірістен келетін мәнді қояйық. Оны білу үшін біз аналог reading деп жазамыз. Аналог read деп жазамыз. Яғни аналогтық кірістен келген деректі жазады. A0 деп жаздық мына жерде. Яғни деректі оқыдық, мәнді оқыдық, және сол мәнді енді экранға шығаруымыз керек. Ол үшін біз serial print ln деп жазуымыз керек. Және мәтіннің орнына light деген сөзді жазуымызға болады. Жерде көріп тұрмыз. Мәндер келіп жатыр. Және ол мәндер өте жылдам келеді. Бір кідіріс пауза жасайық. Оқи алатындай біз. Delay 300 миллисекунд. Жақсы. Мында енді кішкене кідіріспен келе бастады. Сенсорды жабайық. Онда мәндері азайып кетті.
ашсақ, бірден көбейіп кетті. Егер мен бұған жарықты көбірек түсірсем, фонарикті түсірсем, онда бірден көбейіп кетеді мән. Яғни светодиод, жарық диодын мен фоторезистормен басқара аламын. Ал енді біздің схемаға қайта оралайық, біздің бредбордқа оралайық. Алдындағыдай мен жарық диодын, оған резисторды қосайын. Содан кейін резистордан 7-ші цифрлық портқа қосамыз. Содан кейін оны жерде жерге қосамыз мынаны. Біз алдында жасағанды да жасадым, яғни 220 ом арқылы жарық диодын қостым. Ал енді оны жарықтың түскен түспегеніне байланысты жағып сөндіретіндей программа жасайық. Бұл свет жарық диодына пин лоны жазуымыз керек. Пиннің номері өзгерді. Біз 7-ші пинға оны қостық. Мына жерде экранды қоспаппын ғой, қазір қосайын. Мына жерде мен не істедім? Пин модты қостым. Пин мод өзгеріп кетті, яғни 7 деген мәнге ие болды. Пин мод 7 output деп жазып жатырмын. Енді біздің жарық диодымыз тек қана жарық көмескі болған кезде, жарық онша қатты түспеген кезде ғана жанса. Мен қолмен жапқан кезде жарық азайып қалады, иә? Сол кезде ғана жарық диоды жану керек. Яғни жарық мәні 10-нан төмен болса, онда жарық диоды жану керек. 15-тен аз болса жану керек деп жазайық. Оны тексеріп көрейік. Тексеру үшін және жарық диодына мәнді жіберу үшін біз if операторын қолдануға болады. If дегеніміз егер дегенді білдіреді. Жақшаның ішінде осы шартты жазуымыз керек. Тексерді. Немен тексереміз? Бұл жерде жарықты тексереміз. Мысалы, жарық 15-тен төмен болса, жарық мәні, онда не істеу керек? Біздің жарық диодымыз қосылу керек, жану керек. Мына жерде digital right деп жазамыз, оны кернеу 7-ші пинде болады. High деп жазамыз, яғни жану керек. Яғни жарық диоды жану керек. Тексеріп көрейік. Кодты мен жібердім. Ал енді көрейік. Ал енді қолымен фоторезисторды жабамын. Не болып жатыр? Ештеңе болып жатқан жоқ. Жоқ, жарық диоды қосылды. Бірақ мен қолымда алған кезде ол өшкен жоқ. Неге? Мен программада оны жазған жоқпын. Яғни 15-тен жоғары болса, онда не істейтінін мен программада жазуым керек. Ол үшін тағы да бір if операторын жазамыз. Яғни light деп жазамыз жақшаның ішінде. Бірақ оған else-ті қосуға болады, мысалы if емес. 15-тен аз болса қосыл, одан көп болса қосылма дегенді. Else-ті жазамыз, digital right. Тексер оны low-ды жазу керек сөндіру үшін. Low мен high-дың орнына 0 мен 1-ді жазуға болады. 0 дегеніміз low, high дегеніміз 1. Сонымен жіберейік программаны. Жүктелді бағдарлама. Ал енді біз мынаны тексеріп көрейік. Қолмен жапсақ, фоторезисторды саусағымен жауып көрейін. Мына жерде көріп тұрмыз, жарық диод біресе жанып, біресе өшіп тұр.
мына жерде толығымен өшіріп тастасам, жауып тастасам қолыммен, онда жарық диоды жанып тұрады. Қолымды алсам өшеді. Жақсы. Енді мен қысқаша басқа сенсорларды қалай қосуға болады, сол туралы қысқаша айтқым келеді. Цифрлық сенсорларды және оларды экранға қалай шығаруға болады, сол туралы айтам. Менің қолымда сенсор, қазір камераны ауыстырайын. Менде DHT сенсоры бар. Ол температураны өлшейді. Жиынтық алғандарда бұл сол жиынтықтың ішінде бар. Ол қоршаған ортаның температурасын өлшей алатын сенсор. Сонымен қатар ауа ылғалдығын да өлшей алады. Көптеген сенсорларда екі негізгі пин болады, және Arduinoның қуат көзімен қосылу үшін әртүрлі аталуы мүмкін, бірақ көбінесе жер, бұл жерде GND деп аталады, ground, ал қуат көзі 5 вольт VCC деп жазылады көбінесе. Ал енді қосып көрейін. Бұл сенсорды бредбордқа қостым. Ал енді одан ground жермен қосуым керек. Көк рельсқа қостым. VCC-ді қуат көзіне қосамын 5 вольтқа. Сонымен қатар дата үшінші пин бар. Біз оны қандай болмасын цифрлық пинға қосуымызға болады Arduinoға. 9-шы пинға қосып көрейік оны. Ал енді Arduino арқылы оны қалай оқуға болады. Қайтадан экранды көрсетейік. Бұл сенсорларды өндіретіндер сіздерге негізгі кодты дайындайды. Ол арнайы кітапханада жинақталады. Сіздерге ешқандай стандартты код жазудың қажеті жоқ. Arduinoның соңғы нұсқаларында өте қызық ыңғайлы нәрсе бар. Ол кітапхананы басқару деп аталады, управлять библиотеками. Бұрын өндірушілердің өнімдерінің арасында мына сенсорды іздеу керек болатын, оның арасында осы сенсорға қажетті ресурстардың ішінде библиотеканы іздеу керек болатын. Ал қазір бұл оңай. Соңғы нұсқаларда инструментіға кірсеңіздер, управлять библиотеками деген вкладка бар, соған кіресіздер. Содан кейін сол жерде өзіңіз қосқан сенсорды жазасыздар. Arduinoмен келетін сенсорлардың көпшілігі осы кітапханада бар. Біздің сенсордың аты DHT11 деп аталады. Ол температура мен ылғалдықты өлшейді. Ауаның, қоршаған ортаның. Оны қалай қосуға болады? Установка деген батырманы басасыздар, соны ол қояды. Менде бұл бар. Сондықтан келесі қадамға өте беремін. Бұл библиотека, яғни кітапхананы қалай қолдануға болады. Енді ғана бұны зерттеп жүрген адамдар болса, әр өндіруші ол библиотеканың, яғни кітапхананың мысалдарын көрсетеді. Мына жерде примеры дегенді ашсаңыздар, примеры пользовательских библиотек деген бар. Сол жерде DHT11 деген бар. DHT11 бізде жұмыс істеген жоқ. DHT Sensor Library жұмыс істейді. Ал мына жерде кірсем, кәдімгі егжей-тегжейлі код жазылған, онда комментарийлар бар. Бұл жерде нақты қоршаған ортаның деректерін, мәліметтерін қалай алуға болатынын осы командалар, яғни осы код арқылы жазылған. Яғни бұл кітапхананы, библиотеканы өзіміздің кодқа қосуымыз керек. Содан кейін нақты қандай пинге қосылған. DHT-дің әртүрлі түрлері бар, соны анықтау керек. DHT11 бар, DHT22 бар. Біздікі DHT11. Мысалда DHT22 тұр. Ал енді
ары қарай DHT-дің қарапайым әдістері арқылы DHT temperature, бұнда Цельсий арқылы, ал екіншісі ол Фаренгейт отты оқу үшін. Сонымен қатар humidity деген бар. DHT нүкте read humidity, осы арқылы, осы функция арқылы сіз ауаның ылғалдығын анықтай аласыз қоршаған ортада. Ал енді көрейік осыны жасап. Бұл библиотеканың атын жазуымыз керек. DHT.h деп жазылады. Include DHT.h. Ары қарай мен бұл сенсорға, осы сенсор классындағы бір айнымалын жасауым керек. Оған мен мысалы DHT сенсор деп атайын. Және онда екі аргумент бар. Және оны біз жазуымыз керек. Қай пинге оны қостық. Қайсы қай пинға қосылды. Ол 9-шы пинге қосылды. Және DHT-дің қай түрі бізде. DHT 11 бар, 22 бар, 21 бар. Бізде DHT 11. Ал енді оқу үшін жарықтағы сияқты айнымалыны ашамыз. Оны temperature деп атауға болады, немесе жай ғана T деп жазуға болады. Және оның read temperature әдісі арқылы сенсордың бізге берген мәліметтерін оқи аламыз. Біздің сенсордың айнымалысы сенсор деп аталады. Сенсор нүкте read temperature деп жазамыз. Аргументте ештеңе жазбасақ, Цельсиймен береді мәліметтерді. Егер аргументте true деп жазып қойсақ, онда Фаренгейтпен береді мәліметтерді. Бізге Фаренгейт керек жоқ, сондықтан аргументке ештеңе жазбаймыз. Цельсиймен бере берсін деректерді. Кодты жіберемін. Бір нәрсені ұмытқан сияқтымын. Нені ұмытып кеттім? Мына жерде біз жай ғана температураның мәнін оқыдық. Оны Т айнымалысына жібердік, бірақ оны экранға шығарған жоқпыз. Ал енді экранға шығару үшін жазу керек. Serial print ln жақшаның ішіне T деп жазамыз. Кодты жібереміз. Мына жерде көріп тұрмыз. 0 шығып жатыр бізде. Неге? Бір нәрсені дұрыс қоспаған сияқтымын. VCC 5 вольтқа қосылып тұр. Тексерейік. Ground қосылып тұр. Кодты тағы бір рет тексерейік. Кодта барлығы дұрыс сияқты. Ал енді мысалды Arduino'ға жіберейік, содан кейін порттың мониторын ашамыз. Мына жерде DHT қосылған жоқ деп жазылыпты. Кейбір кезде сымдар қосылмай қалады. Онда оларды ауыстыру керек. Қытай жиынтығын қолдансаңыз, ондай жиі болып тұрады. Мүмкін DHT сенсордың өзі жанып кетуі мүмкін. DHT сенсорды ауыстырып көрейік. Басқасы бар менде. Сырда емес сияқты мәселе. Біздің дұрыс қоспағанымызда шығар. Ал енді тағы да бір рет тексеріп көрейік. Сонымен бізде міне ground бар. Оны көксімен қостық. Міне groundқа қосылады. 5 вольтқа қосылып тұр. VCC дата 9-шы портқа қосылып тұр. Енді портты өзгертіп көрейік. Жақсы. Не істейміз?
уақытымыз аяқталып жатқан сияқты. Енді мен сіздердің сұрақтарыңызға жауап берейін. Келесі мастер-классқа дейін не дұрыс болмаған қараймын. Мүмкін бредбордта бірдеңе дұрыс емес пе, сымдар дұрыс емес пе, өзім тексеріп келесі мастер-класста айтамын. Хасен мырза, сұрақтарды жіберсеңіз. Біздің мастер-классымыз сағат 6-да басталады. DHT сенсорды қалай қосуға болады, температураны қалай есептеуге болатынын көрсетемін. Ертең соңғы мастер-класста осы температура және ылғалдық жөніндегі деректерді қалай интернетке жіберуге болады. Сіз интернеттен оқи алатындай сол туралы айтамыз. Ал енді сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Иманали Көксал. Жарық диоды 13-ші пинда болу керек пе? Жоқ, өзіңізге байланысты. Цифрлық пиндің әр біреуіне қосуға болады. Android'тың Arduino'ға Bluetooth'да деректерді жіберілуінің жылдамдығын қалай өсіруге болады? Қымбатырағын сатып алуға болады. Онда жылдамдық өседі. Android'тың Bluetooth'ына да байланысты, Bluetooth'дың қандай түрі қолданылады. Uno мен Leonardoның айырмашылығы қандай? Келесі мастер-класс Leonardo'да болады. Сағат 6-дағы мастер-класс. Неге біз Leonardo'ны қолданамыз, сол туралы айтамын. Азамат, Arduino'ның мүмкіндіктерінің шектеулері бар ма? Иә, айтқанмын мен, Arduino'ның өзінің шектеулері бар. Arduino қарапайым жұмыстарда маңызды ма? Сұрағынды онша түсінбедім. Иә, маңызды дейін. Arduino'ның қосымша модульдарын қайдан сатып алуға болады? Бірнеше сайт бар Қазақстанда Arduino'ны сататын. Радиомарт. Есімде жоқ. Arduino сатып алу деп жазсаңыз, бірден тауып аласыз. Макет платасы нені жасайды? Жарық диодты қосама? Элементтерді қандай болмасын қабаттарға қоса беруге болама? Егер бір қабатқа сіз екі құрылғының екі түрлі аяғын қоссаңыз, резистор мен сымның мысалы, бұл екі аяқ бір-бірімен автоматты түрде бір қабат арқылы қосылады. Түсіндірдім деген үміттемін. Егер түсінікті болмаса, онда WhatsApp-қа жазыңыз. Нұрай, Arduino арқылы кішігірім компакт насосты қалай жасауға болады? Келесі мастер-класста ертең біз Arduino арқылы, біз насос арқылы өсімдіктерді суғарамыз. Сол кезде осы сұраққа жауап берейін. Жаңадан бастап жатқандарға қандай Arduino модификациясын қолдануға болады? Сіз Uno'ны қолдана аласыз. Uno бар, оның әртүрлі жиынтықтары бар. Азаматбек Мұхамбет, Arduino платасын Arduino IDE бағдарламалық қамтамасыз етусіз қолдануға бола ма? Иә, болады. Басқа Java арқылы немесе басқа да қолдануға болады. Male to female кабельдары бір-бірінен бөлек бола ала ма? Түсінбедім. Диас Руслан. Қандай тілде программа жасадыңыз? C++ қолдандым. Плата дегеніңіз не? Түсінбедім. Қанша вольт? Резисторды сатып алған кезде көруге болады. Енді мен резистордардың білмеймін. Виктор Муха, портты таңдаған кезде Arduino ұсынылмайды. Драйверді қою керек Google-ға. Arduino'ға арналған драйверларды жүктеп алу деп жазсаңыз, іздеуге оны тауып аласыздар. Иманали Көксал, Arduino'ның color сенсорлары бар ма? Иә, бар. Жарық диодының жарығы уақыт өте келе бүліне ме?
жарық диоды температураның көтерілуіне қалай әсер етеді? Иә, жарық диодтар арзан болса, әрине өте жылдам жанып кетеді. Ол тоқ күшіне байланысты, температураға байланысты ма, білмеймін. Ол даташитта оқылу керек жарық диодымен бірге. Әлжан Қалибекұлы, ол тоқ соғуы мүмкін бе? Яғни 5 вольт қауіпті деп айтады ғой. Иә, 5 вольт ол тоқ күшіне байланысты. Барлығы енді салыстырмалы түрде әртүрлі болуы мүмкін. Ардуино адамға қауіп төндіруі мүмкін бе? Иә, мен бір рет Ардуиноны түсіріп алдым да ұмытып кеттім. Менің інім үстін басып кетті, аяғын жаралап алды. Программалаудың қандай тілдерін қолдана алады Ардуино үшін? Бұл сұраққа жауап бердім. 13-ші портты цифрдың орнына әріптермен қалай ауыстыруға болады? Сіз белгілі бір айнымалыны белгілей аласыз. Біз Digital Write 13 деп жаздық қой. Ал біз айнымалыны жарық диод деп атауымызға болады. Және 13 Digital Write-тың орнына жарық диод деп ауыстырасыз. Драйвер, макетте драйверлар жоқ па? Немесе USB? Иә, Ардуиноны егер ресми сайттан алсаңыз, драйверлар қойылады. Бірақ кейбір кезде сол драйверлар орналастырылмауы мүмкін. Цифрлық пиндерді қалай көбеюге болады? Көбірек, үлкенірек Ардуино сатып алу керек. Сонымен қатар арнайы чиптар бар, сол цифрлық пиндерді көбейтетін. Мастер-класста Ардуинода библиотекаларды қалай қолдануға болады, сол айтыла ма? Иә, мен кішкене бүгін айттым, келесі мастер-класста да ол жөнінде айтам. Wiring тілінде кодты редакциялау үшін программалық бағдарлама қамтамасыз етуді, қосымша қамсыздандыруды қоюдан ауытуға бола ма? Ардуино Break сияқты бағдарламасы бар ма? Иә, бар. Uno ма жақсы ма? Nano жақсы ма? Uno жақсы, осы микроконтроллер бар. 5 вольттық 2 порт қана қажет болса, бредборд тым үлкен болса, 2 сымды көбейтуге қоспауға болады. Тағы да кішігірім бредбордтар бар. Роботрек бойынша мастер-класты жоспарлаған жоқпыз. Роботректі мен өз жұмысымда пайдаланған жоқпын, сондықтан жоспарлаған жоқпыз. Термометр температурамен бірге ылғалдықты да өлшейді. Иә, DHT11 тек қана температура емес, ауа ылғалдығын да тексереді. Келесі мастер-кластың басында мен сіздерге оны үйретемін. Платформаны қай жерден жүктеуге болады? Arduino TC сайтына кіресіздер, download дегенді бассаңыздар, just download дегенді бассаңыздар, тегін оны жүктеп алуға болады өздеріңізде. Мен 1 сағатқа үлгердім. Келесі мастер-класста сенсорды қалай қосу керек екенін көрсетемін. Неге қазір болмай қалғанын түсірем. Содан кейін жеміс-жидектен пианино жасап, сол жеміс-жидек арқылы музыка ойнаймыз. Қызықты болады деген үміттемін. Сонымен аяқтаймыз.